Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Өз өміріңді қорғап, денсаулығыңды сақтап, ұзақта салауатты өмір сүргің келе ме, достым? Құрметті көрермендер, алдымен каналға өтіп, тіркеліп, лайк баса кетеміз. Ал бастайық. Жапон ғалымдары ұзақ жылдар бойы ұялы телефонның адам өміріне тигізетін кері әсерін зерттеп келеді. Осы ұялы телефонды пайдаланған кезде телефоннан ортаға тарайтын зиянды радиациялық сәуледен қалай сақтануға болады? Жапон ғалымдары телефоннан ортаға тарайтын радиациялық сәуледен қорғанудың бірнеше пайдалы кеңестерін, ескертулерін ұсынады. Біріншіден, ұялы телефонды тыңдағанда сол жақ құлаққа ұстау керек. Ұялы телефонды көргенде көзден кем дегенде 40 сантиметр ара қашықтықта ұстау керек екен. Жатқан кезде, ұйықтар алдында телефонды кем дегенде 1 метрден жақын жерде қоюға болмайды. Егер ұялы телефонның зарядтағышы өте төменгі көшіргіште тұрса, оны пайдалануға болмайды. Ондай жағдайда ұялы телефонның радиациялық көрсеткіші 1000 есе жоғары болады. Телефон зарядталып жатқанда өте жақын отырмау керек.